Сәлем болақайлар. Қалдарың қалай? Бәрі жақсы ма? Сендермен қауышқаныма қуаныштымын. Бүгін сендерге мен аңыз әңгіме айтып бермекшімін. Марқакөл көлінің қалай пайда болғанын білесіңдер ме? Немесе білгілерің келеді ме? Өте жақсы. Ендеше мұқият тыңдаймыз, жақсы ма балалар? Марқакөл. Баяғыда Марқакөлдің орнында ар жақ бер жағына көз жетпейтін үлкен жазық болған деседі. Сол уақытта Найманның бір байының Марқа атты асқан сұлу қызы Моңғолдың Ұраңқай руынан шыққан Балжын деген жігітті ұнатады. Балжынның атақты бәйге Кераты болыпты. Марқаның ағаларының көзі осы Кератқа түсіп жүреді екен. Кератты алудың жолын іздеген қыздың ағалары Балжынның алдына марқа қозының еті піскенше үлкен жазықта айналып шығу керек деген шарт қояды. Егер аталған мерзімде шауып шықса, марқаға үйленеді. Орындай алмаса Кераттан айырылады. Сонымен бағлан сойылып, қазанға салынады. Балжын атқа қонады. Бағланның еті пісер-піспесте Керат мәреге жақындапты. Су деңгейінің жылдам көтерілгені сондай. Мәреге таяп қалған Балжын атымен қоса суға кеткен екен дейді. Кераттың ізінен атқылаған суы мен ақ марқаның көз жасы қосылып, көл пайда болыпты. Күні бүгінге дейін моңғол қазақтарында Балжынгер деген күй бар. Ал көл осы оқиғадан кейін Марқакөл атанған екен. Балақайлар, сендерге аңыз әңгіме ұнады ма? Осындай басқа да аңыз әңгімелер болғанын қалайсыңдар ма? Ендеше каналымызға тіркеліп, басқа да аңыз әңгімелерді құр қалып қалмаңдар. Және лайк басып, каналды қолдап отырыңдар. Жарай ма?